Не деген бассыздық. Абылай өзі үлкен еркек болғанымен, өзінің қызымен жасты қызбен кездесіп, оны пайдаланып кетті. Ол қыз да оңай қолдан емес екен. Ол Абылаймен тек ақша үшін жүріп жүргенін жасырмады. Себебі Абылай шал деген еді, ол Абылайға таныстыққа келмес бұрын. Сол Абылай кездесіп жүрген қыздың ата-анасы Абылайды сотқа береміз деп отыр. Бұл не бассыздық? 20 жастағы қызбен 31 жастағы үлкен еркек кездесіп жүр. Өзімен жасты әйел тауып алу керек қой. Менің қызымның болашағын құртасың деп Абылайды сотқа бермекші. Абылайдың қызының ата-анасы. Енді не болмақ? Бірақ Абылайдың қызы ата-анасына қарсы шығып отыр. Бұл менің шешімім. Бұл шешімім және менің Абылай махаббатым деп Абылайды ата-анасының сөзінен құтқарып отыр. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, алда көретін боламыз. Мега келдік, машина қоятын жер жоқ, мына жаққа қойып кет. Болатын шығар енді деп. Что там? Гүлімді ұрлап кетсе ма, прикинь? Мегаға келатырмыз, Мегаға. Кино көруге. Киноның түбін сүріп атырық соңғы кезде. Бұл кісі бірақ өзі бір-екі киноны көріп стапты. Маған айтпай. Пинта дейді. На кісінің енді 21-ге толмағанына киноға кіремай атыр енді. Не болып атыр өзі? Яна, не болған? Тушақ бар ма? Не жағыл тапты? Жыладым бағана. Бола ма? Болмайды деп атыр. Не істейміз? Болмай ма? Басқа біреудің удостоверениесін алып келейік онда. Ішке кіріп тексере ма? Билет алып алдық. Қазір киноны күтеміз 9-10-да. 18 бар ма деп сұрайды ғой мынаған. На кісіден 18 бар ма дейді. Мен айтып жатырмын, бұл кісі 31-де деп жатырмын да. Мен 25-темін деп жатырмын. Қалай жүрем мен енді? Көзіні байлап қойын ба? Маңарсақ. Еркекке қарайын ба енді дейді. Қызға қарайсың. Жоқ, маған айтады, неғып қыздарға қарайсың дейді. Мен енді қалай еркектерге қарайын ба, не істеймін? Еркектерге қарап уже көрінбемейді уже еркектер деп па? Қалжың. Не істеймін енді? Қарамаң ешқандай. Мысалы қарап, мен мысалы көзімен анайға дайын болды ма деп қараймын. И сол моментте бір қыз өтеді, сонда мен кінәлі боламын ба? Қанша жіктің де қарап тұрған. Сен анаяққа барып келдің ғой жаңа мысалы? Жікке қарадым. Қойыңыз. Не істеймін? Аузында шықпай қалды. Не істеймін? Енді өзім бір психологиялық сабақ өткізетін сияқтымын бұл кісімен. Атат деп. Осындай қыз қайдан көрдіңіздер айтыңыздаршы. Мынандай жерде отырған жерін тазалап кетеді. Ондай қыз пока что менде ғана бар. Bir жағын тазалайды да, бір жағын шаша салады бұл кісі. Шаша салады. Бәрі таза жекетім. Шашы қалың, нағыз маған керек қызы. Не істейміз енді? Таза кетеміз? Бетеміз? Ал, біз енді киноға кеттік. Біз кинотеатрға емес, біз бір ана қорқынышты нелер бар қандай? Мына жерде есікте жоқ па не деді? Абылайдың ата-анасы не істемек? Абылайдың ата-анасы да Абылайға қарсы отыр. Кішкентай қызбен, қарындасымен жасты қыз ғой деп жатыр. Алып шықтым саған жаным. Біреуі екеуі де сізге ма? Біреу сізге, конечно. Мен сізге беремін, сіз маған бересіз, иә? Не деген сыйластық, не деген құрмет. Сондай бақыттымын ше мен осы кісімен вообще кездескеніме. Маған киндер беріп жатыр. Рахмет жаным. Ау аға. Орша мүген азамат бір
Çayga mayga bizim ойбай сол налиски жоқ қой ке бір айналғам есте тастап кетемін. Бірақ менің ойымша Абылайдың тірлігі дұрыс емес. Ол сал өзімен жасқа ел тауып алса болады ғой. Өзінің 10 жас кішкентай қызды істеп алмай. Мысалы ол қызға 20 жас болашағы бар, ал Абылайға 21 жас. Ол одан 10 жас үлкен. Не тірлік болды? Анау қыз болса Абылайдың ақшасы үшін ғана жүр екені анық. Қазір көкемізге келдік. Чайны и майына беріп кететін боламыз. Андышын. Бағана просто наличка болмай қалды. Сіз бассыз емес па деп қоямыз. Аға, мынау чайыңызға. Рахмет. Мынау чайыңызға. Рахмет. Мынау жаңа май деп қалдыңыз, мынау майыңызға. Болды. Адуши, жақсы. Жақсы, рахмет. Аха. Давай, жолдарың болсын. Келдіңіз айтты болды, береміз деді. Келдік қой. О, келдің, орда. Ай, жақсы адам екен. Жақсы. Амин, амин. Жақсы адам көрдіңіздер ма? Жақсы. Аха, жақсы аға. Ал, қалайсыз? Енді бүгін бізде бір сырласу болады. Болашақ туралы сөйлесу болады деген сияқты пландаймыз. Келесі жолы ондай әңгіме болмауы үшін деген сияқты.